Құрметті оқушылар, бүгін 6-шы нұсқаның 15 сұрағына келіп жеттік. Олай болса ары қарай жалғастырайық. Так, бізде сұрақ барий хлориді мен калий сульфатының әрекеттескендегі толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы дейді. Осы әрекеттес теңдеуін жазайық. Барий хлориді деп отқанымыз бізде барий хлор 2 қосамын калий сульфатын калий 2SO4 шығады бізде барий SO4, яғни барийдің сульфаты мен калийдің хлориді шығады. Мына екеуі орындан алмасады. Так, бізде тұнбамыз барий сульфаты. Так, реакциямызды теңестірсек, калий хлоридінің алдына 2 қоямыз. Так, болды, басқалар теңестіріп. Олай болса, бұл бізде молекулалық теңдеу, яғни МТ молекулалық теңдеу. Енді толық иондық теңдеуін жазайық. Кеттік, онда барий 2 плюс қосылған 2 хлор минус қосу 2 калий плюс қосылған SO4 2 минус тең болады. Барий SO4 тұнба болғандықтан ол иондарға ыдырамайды. Дәл солай мен жазып кетемін. Барий SO4 деп. Так, қосу 2 калий плюс қосу 2 хлор минус. Бұл бізде Т и Т, яғни толық иондық теңдеуі. Қысқартылған иондық теңдеуін жазың деп сұрауы да мүмкін да сіздерге. Қысқартылған иондық теңдеуін жазың десе, ана калий мен калийді қысқартасың, 2 хлор мен 2 хлорды қысқартасың да, астына барий 2 плюс қосу SO4 2 минус тең болады барий SO4 тұнба деп. Мысалы, қысқартылған иондық теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы десе, 1, 2, 3. Егер алдында ешқандай сан болмаса 1 бар деп есептейміз ғой біздер. Мына жерде енді коэффициенттерін есептейік. Мына жерде 1 бар, мына жерде 2 бар, 2 бар, мына жерде 1 бар, мына жерде 1 бар, мына жерде 2 бар, 2 бар. Вообще қосындысы 1-ге қосам 3, 3-ге қосам 5, 5-ге қосам 6, мынаумен 7, 7-ге қосам 8, 9, 10-ге қосам 10, 11. Жалпы жауабы бізде 11 болады.